28 күні осы бағдарламаның жалпы мақсатымен біздердің өзіміздің алдағы уақытта атқаратын міндеттерімізбен толық таныстық. Біз міне осы бүгінгі таңда Атырау қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде осы екінші кезеңнен өтіп жатырмыз. Әр қатысқан сайын өзімізді шыңдап, әлде де жұмыс жасау керек екен, әлде де көп қажеттілікті дүниелердің бар екен, әлде де көп нәрсені меңгеру керек екенін түсініп, жалпы өзімізді барымызша қамшылап жатырмыз. Маңызды, пайдалы заттар көп нәрсе алып жатырмын, көп дүние. Ауыл мектебінде енді тек бізде мектепте, мектептің ішінде секция бәрі мектептің ішінде ғой. Енді қала балдарында көптеген возможность бар, оларда деген жаңағыдай неше түрлі кружоктар бар, репетиторлар бар. Осында келіп бізге үйретіп отқан Астанадан, жалпы жан-жақтан келіп үйретіп отқан тренерлерге үлкен алғысымызды айтамыз. Әрқайсысы өзінің кәсіби шеберлігін көрсетіп жатыр. Аудиторияның өзіне ұстауы, қаратуы, өзінің кәсіби шеберлігі, соңғы технологиялардың бәрін пайдалануы барлығы біздің көңілімізден шығып жатыр. Жалпы осындай жобалар Қазақстанда көбейе берсе екен деген үміттеміз. Келіп осы жоба туралы таныстырды. Жаңағыдай ауыл мектептерінің оқушы балаларын қала мектеп деңгейіне жеткізу туралы айтты. Біздер оған қуаныштымыз. Бір жағынан жаңа өзіміздің мектебіміз жаңарады, базымыз жаңарады. Біздерде көбінесе ауылды жерлерде барлық оқушының деңгейі бірдей емес. Енді біздің бағдарламамен жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінің бағдарламасының арасында арақашықтықтың үлкен екені көрініп тұр. Енді барынша үйлесім табуға тырысамыз, шешім табуға тырысамыз, соңғы жолын қарастырамыз, үйренеміз, меңгереміз, түсінбеген жерімізді сұрап жатырмыз.